Сауда орталығында серуендеп жүрген 8 жастағы Нұржан кенеттен анасының қолынан ұстап, қуанышпен айқайлап жіберді. «Мама, қарашы, анау ер адам маған ұқсайды. Оның да менікіндей қалы бар». Ұлының сөздеріне таң қалған Айнұр артына бұрылды. Оның көзі сахнада тұрған миллионер директорге түсті. Ұқсастық тым айқын еді. Мұны жай сәйкестік деуге келмейтін. Айна сауда орталығында мерекелік қарбалас қызу жүріп жатты. Әр бұрыштан жаңа жылдың жақындап келе жатқаны сезілді. Жарқыраған шамдар мен көмкерілген гирляндылар дүкен сөрелерін безендіріп тұрды. Ал шырша алаңның дәл ортасында орналастырылған. Ауаны мандарин, жаңадан піскен нан мен қарағай иісі жайлаған. Барлық жақтан шаттыққа толы дауыстар естіліп, орталықты ыстық әрі мазмұнды атмосфераға бөлеп тұрды. Айнұр Хасанқызы ұлын жоғалтып алмау үшін 8 жастағы Нұржанның қолын қаттырақ қысты. Энергияға толы бала қуана-қуана сөрелерді тамашалады. Бір дүкенде ол үлкен радио басқарылатын жүк көлігін, екіншісінде динозаврлары бар конструкторларды көрді. Айнұр баласы әр жаңа нәрсені көрген сайын қалай толқып тұрғанын сезіп тұрды. «Мама, қарашы, қандай керемет робот!» деп қуана айқайлады Нұржан, түрлі түсті ойыншықты көрсетіп. Айнұр күлімсіреді де, дегенмен оның ойы ойыншықтардан алыс еді. Ол қалтасынан шағын сатып алатын заттың тізімін шығарды. Сүт, нан, жаңа жылға арналған аздап тәтті. Бюджет шектеулі болатын, сондықтан қымбат сыйлықтарды әзірге ала алмайтынын білді. «Сатып алған соң уәде еткенімдей барып тоқаш пен какао ішеміз», деді ол баласының назарын аударуға тырысып. «Ура!» деп қуана жауап берді Нұржан. Айнұр баласының қуанышын көріп қуанды. Тіпті ол қуаныш жай ғана ыстық какао болса да. Дәл осы сәтте Нұржан алыстан бірдеңені байқап, анасын қолынан тартты. «Мама, жүрші ана жаққа, ол жерде алып шырша бар». Баланың көздері қуанышпен жарқырап кетті. Айнұр оның көрсеткен жағына қарады. Расында да шырша өте әсерлі еді. Жарқыраған шарлар, гирляндылар, жылтыр мишура. Сауда орталығының алаңы адамдарға лық толы болатын. Біреулер суретке түсіп жатты, біреулер жай ғана өтіп бара жатты. Бірақ шырша бәрінің назарын аудармай қоймады. «Жақсы, барайық, бірақ көп тұрмаймыз, жарай ма?» деді Айнұр ұлын алаңның ортасына қарай ертіп. Олар жақындағанда Нұржан шыршаның жанынан шағын сахнаны байқап қалды. Сахнада қатаң костюм киген ер адам тұр еді. Оның дауысы микрофон арқылы бүкіл алаңға таралып жатты. «Құрметті достар», деді ер адам сенімді дауыспен көпшілікке қарап. «Жаңа жыл игі істердің уақыты. Балаларға өмір сыйла қайырымдылық қоры балалар үйлерін қолдайды. Балаларға мерекелік көңіл күй сыйлауға көмектеседі». Айнұр балалар үйлері туралы сөздерге көңіл бөлді. Бірақ Нұржан сірә сөздерге емес, сахнадағы ер адамға ерекше назар аударып тұрғандай болды. Ол анасын жеңінен тартып, «Мама», деді қатты дауыстап сахнаны нұсқап. «Қарашы, ол маған ұқсайды». Айнұр кілт тоқтап сахнаға қарады. Ер адам бойы ұзын, өзін сенімді ұстап тұр. Қысқа қара шашы ұқыпты таралған. Қоңыр көздері халыққа қадала қарап тұр. Дауысы нық әрі сенімді шығуда. Айнұрдың жүрегі бірден қаттырақ соға бастады. «Не айтқың келіп тұр, Нұржан?» деді ол сабырлы болуға тырысып. «Қарашы, оның мұрны да менікіндей, көзі де, ал бетінде менікіндей қалы бар», деді бала сахнадан көз алмай. Айнұр тағы да басын бұрып ер адамның жүзіне үңілді. Оның көзі Нұржан мен бейтаныс адамның арасында ауысып тұрды. Баласының сөздерінде бір шындық бар сияқты еді. Бірақ Айнұр барлығын ақылмен түсіндіргісі келді. «Бұл жай ғана сәйкестік, Нұржан», деді ол ақырындап, ұлының иығына қолын қойып. «Адамдар кейде бір-біріне ұқсап тұрады». Бірақ Нұржан табандылығын қоймады. «Ал егер ол менің әкем болсашы?» Бұл сөздер соншалықты қатты шықты. Айналадағы бірнеше адам бұрылып қарады. Айнұрдың беті ду етіп қызарып кетті. Ол ұялып жан-жағына қарап, сыбырлап, «Нұржан, ондай сөздерді айтпай қояқшы. Ол тек басқаларға көмектесіп жүрген адам».
Бірақ бала әлі де сахнаға қарап тұрды. Оның жүзі шынайы қызығушылық танытып тұрды. Сахнада тұрған ер адам сөзін жалғастырды. Бізге қолдау көрсеткен барлықтарыңызға рахмет. Бірге біз бұл әлемді сәл де болса жақсарта аламыз. Айнұр Нұржанның қолын қаттырақ ұстады. Жүр, сатып алатындарымызды аяқтауымыз керек. Бірақ мама, деп бастады Нұржан. Айнұр оны ақырын ғана шетке жетелеп әкетті. Жүріп келе жатып, ол іштей мазасыздықтың күшейіп бара жатқанын сезді. Нұржанның сөздері ойын тыныштандырмады. Ол өзін бұл тек баланың қиялы деп сендіруге тырысты. Айнұр мен Нұржан сауда орталығынан шығуға бет алды. Бірақ Нұржан тынышталмады. Ол әлі де сахна жаққа қайта-қайта бұрылып қарады. Оның балаша табандылығы Айнұрдың сабырын сарқып бара жатты. Мама, ал егер ол менің әкем болса ше? Неге сен білгің келмейді? Деді Нұржан үлкен, байсалды көзімен анасына қарап. Айнұр тоқтап, бір тізесін бүгіп ұлының алдына отырды. Оның иығына қолын қойып, жұмсақ, бірақ сенімді дауыспен сөйлеуге тырысты. Нұржан, біз бұрында сөйлескенбіз. Адамдардың сыртқы келбеті емес, отбасы деген сүйіспеншілік. Бізде бәрі бар емес пе? Солай ғой. Бала басын изеді. Бірақ оның ойы әлі де сахнадағы тұрған ер адам екенін көрініп тұрды. Бірақ мама, егер ол менің әкем болса ше? Мүмкін ол мен туралы білгісі келер еді, деді Нұржан үмітпен. Айнұрдың тамағы кеуіп кеткендей болды. Ол орнынан тұрып, ұлының қолын қайта ұстады. Нұржан, бұл жай ғана ұқсастық. Адамдар кейде бір-біріне ұқсайды, бірақ бұл олардың туыс екенін білдірмейді, деді ол ойлағаннан қаттырақ үнмен. Нұржан үнсіз қалды, бірақ оның көз қарасы келіспейтінін білдіріп тұрды. Айнұр ішкі күйзелісінің арта түскенін сезді. Ол ойларын жинап, сатып алатындарын тезірек бітіргісі келді. Бірақ миында қайта-қайта сахнадағы ер адамға орала берді. Айнұр бұл сөздер жай ғана баланың қиялы деп өзін сендіргісі келді. Бірақ ішкі түйсігі маза бермеді. Ұйқастық неге соншалықты айқын болады? Неге ол ер адамға қарағанда жүрегі дүрсілдей жөнелді? Бұл бос әурешілік, деп ойлады ол. Бірақ бір уайым жан дүниесінің терең бір түкпіріне орнығып алған еді. Қарапайым өмірінде Айнұр бәрін бақылауға ұстауға дағдыланған. Ал Нұржанды бала кезінде асырап алып, жалғыз өзі өсіріп келе жатты. Олардың шағын отбасы сенімді әрі қауіпсіз болатын. Бірақ енді бұл қауіпсіздік оған әлсіз, осал көрінді. Олар дүкенге азық-түлік алуға кіргенде Айнұр себетті алып, сатып алу тізіміне көңіл аударуға тырысты. Нұржан жанында үнсіз жүріп, сөрелерді қарап келе жатты. Әдетте бәрін дауыстап айтып, сұрап жүретін бала бүгін тым-тыныш еді. Шайға не аламыз? Бәліш пе? Вафли ме? Деп сұрады Айнұр. Оның көңілін басқа нәрсеге аудармақ болып. Бәрібір, деді Нұржан иығын қиқан еткізіп, анасына қарамай. Айнұр өзін кінәлі сезінді. Ол баласының ренжіп жүргенін білді. Оның сұрақтары жауапсыз қалып, бұл оны уайымдататын еді. Үйге оралған соң кешкі ас үстінде Нұржан тағы сөз бастады. Анашым, менің әкем бар ма? Деп сұрады ол. Айнұр шанышқысын қойып ұлына қарады. Нұржан, мен саған айтып едім ғой. Сені туған анан қатты жақсы көрген. Бірақ саған қарауға шамасы болмады. Сол себепті сен менің жанымда болдың. Мен сенің анаң болдым. Бірақ сен әкем туралы ештеңе айтпадың, деді Нұржан райынан қайтпай. Мүмкін ол да мені жақсы көрген шығар? Айнұрдың жүрегі шымыр етті. Мұндай әңгімелер оған әрдайым ауыр тиетін. Ұлының қызығушылығын қанағаттандыру үшін не айтарын білмеді. Бірақ оны одан сайын көп сұраққа жетелегісі келмеді. Мен білмеймін, Нұржан. Маған әкең туралы ешкім ештеңе айтпады. Тек сенің анаң саған жақсы өмір тілегенін білемін, деді ол шындықты жасыруға тырыспай. Нұржан ойланып қалды да бір сәт үнсіздіктен кейін. Сен ешқашан білгің келмеді ме? Деп сұрады. Бұл сауал Айнұр үшін күтпеген жерден болды. Ол бір сәтке тосылып, шай құйылған стаканға көз тастады. Нұржан,
кейде өткенді қозғамаған дұрыс. Ең маңыздысы қазір біз екеуміз біргеміз, деді ол бәсең дауыспен. Бірақ баласының жүзінен сенімділік байқалмады. Кешкі астан кейін ол бөлмесіне кетіп қалды. Ал Айнұр ас үйде қалып, үстелді жинап жүріп ойға шомды. Көңілі қайта-қайта сауда орталығындағы көрініске оралып, ұлының сөзі жадына қайта орала берді. Мүмкін ол менің әкем шығар. Айнұр терезеден сыртқа көз тастады. Көрші балконның шамдары әлсіз ғана жымындайды. Ішкі түйсігі алдамайтын. Бәрі өзгеріп бара жатты. Сол сәтсіз кездесу, бейсауыт көрінген бір сәт, бәрі жаңа бір бастаманың, өз қолынан тысқары бір нәрсенің нышаны секілдеді. Бұл қорқынышты сезім болатын. Кеш тым тыныш еді. Нұржан өз бөлмесінде жаңа суретін шын беріліп бояп отырған. Ал Айнұр ас үйде шайын ұрттап терезеге қарап отырды. Бірақ ойы әлсін-әлсін күндізгі оқиғаларға қайтып оралатын. Сауда орталығы, шырша, сахна және бейтаныс, бірақ сондай таныс жүзі бар ер адам. Айнұр терең күрсінді. Нұржанның дауысы әлі де құлағында жаңғырып тұрғандай. Анашым, мүмкін ол менің әкем шығар. Бос әурешілік, деп өзін сендірмек болды. Бірақ егер рас болса ше? Ол орнынан баяу тұрып, бос кесені раковинаға қойды да жатын бөлмеге қарай беттеді. Шкафтың бір түкпірінде, қыстық киімдердің тасасында көптен бері ашылмаған шағын картон қорап жататын. Қораптың бетін жұқа шаң басып қалыпты. Айнұр сол шаңды жаймен үрлеп, қорапты төсекке әкеліп қойды. Қақпағын ашқанда ішінен мұқият бүктелген құжаттар, бірнеше ескі сурет және ең үстінде жатқан кішкентай конверт көзге түсті. Ол конвертті ала бергенде жүрегі бір сәтке шым ете қалды. Бұл Нұржанның биологиялық анасы Дәметкеннің хаты еді. Бұл хат бала асырап алу туралы құжаттарға қол қойылғаннан кейін бірден жазылған еді. Айнұр оны бұрын да оқыған, бірақ ол кезде жай ғана ресми қағаз сияқты көрінген. Қағазды ашып жатқанда қолдары дірілдеп тұрды. Қолтаңба қисықтау, көлбеу жазылған еді. Құрметті асырап алушы ата-аналар, сіздер менің ұлымды таңдағандарыңыз үшін рахмет. Ол сенімді қолда екеніне сенемін. Мен оған лайықты қамқорлық көрсете алмаймын. Бірақ сіздердің оған мейірім мен жылулық бере алатындарыңызға сенемін. Айнұр бір сәтке кідіріп, терең тыныстап алып, әрі қарай оқыды. Мен оның әкесінің атын аша алмаймын. Бірақ мүмкін бір күні ол ұлын білгісі келер. Ол ұмытылуы қиын адам. Өтінемін, біліп жүріңіздер. Бұл шешімді мен тек Нұржанға деген махаббатпен қабылдадым. Айнұр осы жолдарды бірнеше рет оқыды. Ұмытылуы қиын адам. Бұл сөздер оның санасында қалып қойды. Анық емес, бірақ аса маңызды естілді. Ол хатты қайтадан конвертке салып, қорапты жауып қойды. Ойы бір ғана сұрақ төңірегінде айналсоқтап тұрды. Сахнадағы ер адам сол адам болуы мүмкін бе? Дәметкен мен деген адам осы ме еді? Жоқ, бәрі жай ғана жорамал, деді Айнұр өз-өзіне дауыстап. Ішкі күмәнді басқысы келді. Бірақ бұл жеткіліксіз еді. Уайымы үдей түсті. Іштей сезді, бәрін анықтауы керек. Бірақ бұл ұзақ жылдар бойы ашуға батпаған өткеннің есігін қағу деген сөз еді. Айнұр қорапты орнына қойып, шкафқа қайта тығып қойды. Ол білді, Нұржанның сұрақтары да өзінің күмәні де сейілмейтінін. Ал егер шындық мен елестеткеннен де ауыр болса ше? Деп ойлады. Айнұр терең дем алып, жарықты сөндірді де ұлының бөлмесіне бет алды. Оған тыныш ұйқы тілемек еді. Сол уақытта Мұқанұлы Ерлан ірі іскер орталықтарының ең жоғарғы қабатындағы кең, жайлы кеңсесінде отыр еді. Панорамалық терезеден кешкі Алматы көз тартады. Көлік шамдары, жарқыраған жазулар мен көше бойындағы жаңа жылдық шамдар. Бірақ ол сыртқа қарамады. Ол компьютер экранынан көз алмай отырды. Экранда қайырымдылық шарасынан түсірілген сурет. Безендірілген шыршаның жанында адамдар шоғыры. Біреулер сахнаға қарап тұр. Біреулер суретке түсіп жатыр.
Ал суреттің қақ ортасында қоңыр көзді бір бала. Ол тура камераға қарап тұр. Көзқарасында бір түрлі ересекке тән байыптылық бар еді. Ерлан балаға алғаш рет назар аударған сәтті есіне түсірді. Бұл оның сахнада сөз сөйлеп тұрған кезі еді. Залда отырған адамдардың жүзінен көз жүгіртіп келе жатқан. Бірақ сол бала мүлде басқаша қарап тұрды. Оның көзқарасы өзгеше еді. Тура Ерланға тесіліп қарап, әлденені танығысы келгендей. Қызық, деп ойлады Ерлан. Ол бұрын сонды өзі танымайтын адамдар туралы осылай терең ойлаған емес. Оның өмірі минутына дейін жоспарланған. Жиналыстар, қоңыраулар, келіссөздер. Бірақ әлгі бала, оның бейнесі есінде қалып қойды. Ол бұл ойды ысырып тастамақ болды. Бірақ іштей мазасыздық күшейе берді. Бір маңызды нәрсені жіберіп алғандай сезім туды. Айман, маған кіріңізші, деді ол сөйлесу құрылғысы арқылы. 1 минут өтпей жатып, орта жастағы сымбатты әйел планшет ұстап кабинеттің есігін ашты. Тыңдап тұрмын, Ерлан Мұқанұлы. Менде бір өтініш бар. Сол іс-шарадан түсірілген барлық фотосуреттерді сұратшы. Неғұрлым тезірек. Арнайы бір кадрлар керек пе? Көпшіліктің арасындағы бетбейнелер, әсіресе балалар. Айман сәл таңырқап қастарын көтерді. Бірақ сұрақ қоймады. Жақсы, бәрін дайындаймын. 2 сағаттан кейін ол қайта оралып, қолына қалың папканы ұстатып берді. Ерлан суреттерді ақтара бастады. Шыршаның жанындағы адамдар, күліп тұрған отбасылар, сахнаның алдында тұрған жұрт. Кенет сол бала. Тағы да. Ерлан суретті үлкейтіп қарады. Қоңыр көздер, жұмсақ, жылы жүз. Бірақ сол көз қараста бір таныс нәрсе бар еді. Жүрегі сәл тоқтап қалғандай болды. Айман, тағы да 1 минутыңызды бөлсеңіз, деді ол. Я, тыңдап тұрмын. Маған бұл бала туралы көбірек мәлімет керек. Кім ол, қайдан келген, білуге бола ма? Айман сәл бөгелді. Егер бұл бала балалар үйінен болса, немесе біздің қайырымдылық бағдарламамызға қатысса, мәлімет табуға тырысамын. Бірақ бұл біраз уақыт алады. Уақыты маңызды емес, барлығын анықтаңыз, деді ол нық сеніммен. Айман бас изеді. Бірақ оның көзінде бір сәтке күмән жылт етті. Сіз бұған сенімдісіз бе, Ерлан Мұқанұлы? Бұл бала маған біреуді еске салады. Сол естеліктің мәнін түсіну өте маңызды. Айман шыққаннан кейін Ерлан фотосуретке қайта үңілді. Сол жүзге қайта-қайта қарады. Жүрегінің терең түкпірінде ол әлдеқашан түсініп қойған еді. Дәметкен. Ерлан орнынан тұрып сөреге жақындады. Төменгі жағына мұқият қойылған шағын қоңыр қорапқа қолын созды. Қорапты ашып, Ерлан ішінен ескі бір фотосуретті алып шықты. Суреттегі әйел жылы жымиысы бар жас қыз, дәметкен қайсар қызы болатын. Ол Ерланның өмірінде ұзақ болмады. Қарым-қатынастары тез басталып, аяқ астынан үзіліп кеткен. Дәметкен бір күні ғайып болды, еш түсініктеме берместен. Ал Ерлан өз жобалары мен жоспарларына белшесінен кіріп кеткен күйі оны іздеуге де ниеттенбеді. Бірақ дәл қазір бала мен әйелдің бейнелерін салыстырып отырған сәтте көкейінде бір ой жылт етті. Суреттегі баланың бет-әлпеті, көз қарасы, бәрі оған тым таныс көрінді. Шынымен бұл бала менікі болуы мүмкін бе? Деп ойлады ол. Келесі таң атпай жатып, Ерлан қызметкерлерін жинап, нақты тапсырма берді. Осы баланың дәметкенмен қандай байланысы бар екенін анықтаңдар. Қолда бар ақпараттың бәрін тексеріңдер. Мектеп, мекенжай, әлеуметтік желідегі парақшалар, бәрін. Ол бұл оңай болмайтынын білді, бірақ ештеңені назардан тыс қалдырғысы келмеді. Мен шындықты білуге тиіспін, деді ішінен. Сол сәтте Айнұр да үйінде тынымсыз күй кешіп отыр еді. Ол дәметкеннің хатын қайта-қайта оқып шықты. Сауда орталығындағы кездесу, бейтаныс ер адамның жүзі, бәрі де көз алдынан кетпей қойды. Нұржан тіс жармағанымен оның көзінен бір үнсіз үміт сезілетін. Ол шешесінен бір қадам күтетіндей еді.
Айнұр ас үйде отырып қолындағы кесе арқылы жылынуға тырысты. Санасында үнемі бір сұрақтар жаңғырып тұрды. Бұл жай ғана кездейсоқтық шығар, бірақ егер шын болса ше? Қателесіп жүрген болсам ше? Ең бастысы ұлымның тыныштығы емес пе? Ол орнынан тұрып бөлме ішінде ары-бері жүріп қайта отырды. Қателессем де бір талпынып көрсем ештеңе етпейді ғой, деп түйді ішінен. Сөйтті де интернеттен балаларға өмір сыйла қайырымдылық қорының нөмірін тауып алып тере бастады. Саусақтары телефон пернесінің үстінде сәл бөгеліп қалды. Жүрегі дүрс-дүрс соғып тұрды. Ақыры терең тыныстап қоңырау шалды. Автожауап бергіш қосылып, жылы әрі салмақты дауыс естілді. Қайырлы күн, сіз балаларға өмір сыйла қайырымдылық қорына хабарластыңыз. Егер хабарлама қалдырғыңыз келсе, дыбыстық белгіден кейін сөйлеуіңізге болады. Қоңырау үні бітіп, тыныштық орнағанда Айнұр терең тыныс алды да дауысын жазып қалдыру үшін сөйледі. Сәлеметсіз бе? Менің атым Айнұр Хасанқызы. Кеше Айна сауда орталығында өткен сіздердің шараларыңызда болдым. Маған Ерлан Мұқанұлымен сөйлесу керек. Бұл менің ұлыма қатысты мәселе. Өтінемін, егер мүмкіндік болса, маған қайта хабарласыңыздар. Айнұр тұтқаны қойды да қимылсыз қатып қалды. Жүрегі алқына соғып, көкірегін жарып шығардай болды. Іштей ол бұл қоңырауға ешкім жауап бермес деп үміттенген еді. Бірақ сонымен қатар, шын мәнінде біреу хабарласса деп іштей үрейленіп те тұрды. Кешке ұлы Нұржанға ертегі оқып отырып та ойы қайта-қайта сол бір мүмкін болатын салдарға орала берді. Егер Ерлан олардың өміріне араласқысы келсеші? Егер ол Нұржанды өз қолына алғысы келсеші? Ол көз алдына өзінің шағын, бірақ мейірімге толы өмірінің қирап жатқанын елестетті. Абай болуым керек, деді ол өз-өзіне сыбырлай. Нұржан ұйықтап қалғаннан кейін де Айнұр жарық жақпай қараңғыда үнсіз отырып, сол бір жағдайды қайта-қайта ой елегінен өткізіп шықты. Келесі күні таңертең ол Нұржанның мектепке киетін киімдерін үтіктеп жатқанда телефоны шыр ете қалды. Айнұр үтікті бір жағына қойып бірден тұтқаны алды. Айнұр Хасанқызы, деді ер адамның сенімді төмен дауысы. Я, бұл мен, деді ол сабыр сақтауға тырысып. Мен Ерлан Мұқанұлымын. Маған сіздің хабарламаңызды жеткізді, деді ол. Айнұр сәл тұрып қалды. Оның өзі хабарласатынын күтпеген еді. Ерланның үні байсалды шықты, бірақ астарында бір табандылық сезілетін. Бұл сәл күрделі мәселе, деп бастады Айнұр, дауысы дірілдеп. Онда кездесіп сөйлесейік, бұл әлде қайда дұрыс болар еді, деді Ерлан. Бүгін менің кеңсемде орталықта, қалай қарайсыз? Айнұрдың жүрегі атқақтап кетті. Бірақ ол келісті. Уақытты белгілескеннен соң тұтқаны қойды. Артынша орындыққа отырып, тыныс алуға тырысты. Жаңа ғана не болғанын ұғуға тырысып отырды. Алда оларды бүкіл өмірін өзгертуі мүмкін кездесу күтіп тұр еді. Айнұр ғимараттың алдында тұрды. Зәулім ғимараттың айнадай жылтыр әйнектері көкпен шағылысып, кіреберісте үлкен әріптермен биіктік іскерлік орталығы деп жазу ілініп тұр. Ол терең тыныстап ішке кірді. Жүрегі күңгірлеп дүрс-дүрс соғып тұр. Холда тұрған күзетші оған қай қабатқа шығу керегін қысқа ғана айтып, лифтке дейін ілестіріп апарды. Лифт есігі ашылғанда Айнұр шығып, әйнек есікке жақындады. Есіктің жанында қарапайым ғана тақтайша. Қадыр Е.М. Оны ішке кіргізіп, кең әрі жарық кабинетке бастады. Панорамалық терезеден бүкіл қала алақандағыдай көрінді. Үлкен ағаш үстелдің артында сол сахнада көрген өзіне тым таныс бейтаныс ер адам отыр еді. Айнұр Хасанқызы, деп сұрады ол орнынан тұрып. Дауысы терең сенімді естілді. Ал жанары жіті әрі байыпты. Я, бұл мен, деді Айнұр өзін сабырлы етіп көрсетуге тырысып. Бірақ ішкі әлемі дүр сілкінгендей еді. Ерлан сыпайы ишара жасап, қарсы алдындағы креслоны нұсқады. Келгеніңізге рахмет, деді ол орнына жайғасып. Сіздің батылдығыңызды бағалаймын.
Айнұр бойындағы бір нәрсенің жиырыла түскенін сезді. Мен келдім, өйткені ұлым, деп кібіртіктей бастады да бір сәт үзіліс жасап өзін жинады. Нұржан сізді көргелі бері маза таппай жүр. Ол сізді әкесі деп санайды. Ерлан оның көзіне тік қарап отырды. Жүзіндегі жылы леп бір сәтте байсалды көрініске айналды. Айнұр, мен сіздің уақытыңызды бос қалғым келмейді. Мен кішкене зерттеу жүргіздім, деді ол байыппен. Айнұр ішінен бір үсіп қалды. Дауысы салқын шықты. Нені меңзеп тұрсыз? Сіздің балаңыз 8 жыл бұрын асырап алынған. Оның биологиялық анасы Дәметкен Қайсар қызы. Мен Дәметкенді танитынмын. Біз біршама уақыт бірге болдық. Ол бір күні ізім ғайым жоғалып кетті. Осы сөздер Айнұрды тоқ соққандай тітіркендіріп жіберді. Ол сөмкесінің тұтқасын тас қып қысып ұстап алды. Бұл әлі ештеңені дәлелдемейді, деді ол қатан дауыспен. Ерлан денесін алға қарай еңкейтіп, қолдарын бір-біріне айқастырды. Мен сіздің өміріңізге басып кіруге хақым бар деп тұрған жоқпын. Бірақ, егер Нұржан менің ұлым болса, мен шындықты білгім келеді. Айнұрдың ішінде ашу оты лап етті. Тыңдаңыз, Ерлан Мұқанұлы, деді ол тік қарап. Мен Нұржанды бесігінде жатқаннан бері бағып-қағып келемін. Ол менің ұлым. Мен оған барымды салдым. Ол бақытты. Ешкімге біздің өміріміздің тасталқанын етуге жол бермеймін. Ерлан үндемей қалды. Біраздан соң терең дем алып, орнынан тұрды. Кабинеттің ішін жаймен кезіп жүріп, сөзін өзгеше жұмсақ үнмен жалғастырды. Айнұр, мен сіздің алаңдаушылығыңызды түсінемін. Шынымды айтсам, мұндай жағдайға тап боламын деп ешқашан ойламаппын. Мен Нұржанның бар екенін білген жоқпын. Дәметкен, ол жай ғана кетіп қалды. Біз ұзақ бірге болған жоқпыз. Бірақ сол уақыт мен үшін маңызды болды. Айнұр оның сөзіне бет-әлпетіне мұқият қарап отырды. Ішінен шын айтып отыр ма, әлде жай ғана сөз бе? деген күмән туды. Неге іздемедіңіз оны? деп күрт сұрады ол. Себебі жас болдым, әрі ақымақ, деді Ерлан шын ниетпен. Сол сәтте мен үшін тек мансап маңызды көрінді. Бәріне кейін уақыт табылар деп ойладым. Бірақ кейін ол мүлде жоқ болып кетті. Ерлан Айнұрға бұрылып қарады. Көз қарасы тік сенімді еді. Мен өзім әкесіз өстім, деді ол үнсіздікті бұзып. Әкем мен 5 жаста болғанда отбасымыздан кетіп қалды. Бос кеңістіктің әлдекімнің жетіспеуінің қандай екенін жақсы білемін. Айнұрдың жүрегі дір ете түсті. Мен Нұржанның да сондай бос орынды сезінуін қаламаймын, деді Ерлан байсалды үнмен. Егер ол менің ұлым болса, деді Ерлан баяу, онда ол әкесінің бар екенін білуі тиіс. Айнұр жанарын тайдырып әкетті. Ішіндегі сенімділік біртіндеп үгітіле бастағандай еді. Жарайды, деді ол дауысы бір сәт дірілдеп барып. Ал сіз мұны қалай елестетесіз? Келіп, сәлем, мен сенің әкенмін, дей салмақшысыз ба? Ерлан жымиып күлді. Бірақ бұл күлкіде мұң басым еді. Мен сіздің өміріңізге аяқ асты кіріп барғым келмейді, Айнұр. Мен тек, егер сіз рұқсат етсеңіз, оның өмірінің бір бөлшегі болғым келеді. Бірақ бәрі тек сіздің шартыңызбен. Қалай дұрыс деп есептесеңіз солай болады. Айнұр үнсіз қалды. Оның әр сөзін ой елегінен өткізіп отырды. Дауысында пандықтың, өзімшілдіктің табы да жоқ. Тек бір ғана тілек, тіл табысу. Орнына біраз отырды да ақыры орнынан тұрды. Мен ойланып көрем. Рахмет, деді Ерлан шын ниетпен. Мен шешіміңізді күтем. Айнұр кеңседен шыққанда өз-өзін шаршағандай сезінді. Кеудесінде күдік пен сенім арпалысып, бірде үміт, бірде үрей алып бара жатты. Бірақ бір нәрсе анық еді. Ерланның айтқандары жүрегіне жетті. Ол түн бойы көз іле алмады. Ерланның әр сөзі ойынан кетпеді. Жағымпаздық жоқ, қысым жоқ, тек шынайы өкініш пен үміт. Ақыры таңға жуық Айнұр шешімге келді. Нұржан шындықты білуі керек. Қандай болса да, бірақ бәрі сақтықпен асықпай болуы тиіс. Келесі күні таңертең Нұржан ас үй үстелінде отырып, тағы бір қиялындағы динозаврын салып отырды. Айнұр оның жанына жай отырды.
Нұржан, деді ол жұмсақ үнмен. Есіңде ме? Сен сауда орталығындағы ер адам туралы сұраған едің. Бала басын көтеріп анасына үмітке толы жанармен қарады. Иә, ол маған қатты ұқсайтын. Айнұр күлімсіреді. Бірақ бұл күлкі жүрегіндегі мазасыздықты жасыруға тырысқан түрі еді. Мен онымен сөйлестім, деді ол. Оның аты Ерлан. Ол сенімен кездескісі келеді. Нұржанның көзі бақырая ашылып, жүзі нұрланып кетті. Шын айтасың ба? Ол менің әкем бе? Айнұр баланың кішкентай қолын сипап өтті. Мұны әлі нақты айта алмаймыз, Нұржан. Бірақ егер сен қаласан, онымен кездесіп, бәрін өз көзімен көре аламыз. Нұржан сәл ойланды. Сосын басын ширата изеді. Қалаймын, қайда кездесеміз? Айнұр ұзақ ойланып, жайлы, әрі бала өзін еркін сезінетін жерді таңдады. Ол үйлердің қасындағы тыныш саябақ еді. Қыстың суығына қарамастан мұнда адамдар сирек келетін. Биік ағаштар тыныштық пен жекелік сыйлайтын. Ал орталық аллеяның жанында Нұржан сүйіп ойнайтын алаңша болатын. Біз саябаққа барамыз, деді Айнұр жай ғана. Сен оған өзіңнің сүйікті әйткеншегіңді көрсетерсің. Нұржанның көңілі көтеріліп, жүзінде шаттық ойнады. Ал Айнұр ішінде ұйтқыған мазасыздықтың күшейіп келе жатқанын анық сезді. Айнұр жалғыз қалғанда ішкі сезімдерін тұншықтырып ұстауға шамасы жетпеді. Бойындағы барлық қорқынышты, алаңдаушылығын сыртқа тепті. Ол бұл кездесудің қалай өтетінін білмейтін. Егер бәрі ойдағыдай болмаса ше? Егер Ерлан Нұржанның үмітін ақтамай, баланың жүрегіне жара салса ше? Ең қорқыныштысы, егер ол расымен де Нұржанның әкесі болса, бұл ой Айнұрдың санасынан шықпай қойды. Ол сондай-ақ Ерлан олардың тыныш, қалыпты өміріне өзгеріс әкеліп, өз орнын тым маңызды етіп алғысы келетінінен де қорықты. Бұл шешім оңайға соқпады, бірақ Айнұр бір нәрсені анық түсінді. Бұл сәт ерте ме, кеш пе бәрібір болуға тиіс еді. Айнұр өз-өзіне уәде берді. Бәрін бақылауда ұстайды. Ерланға сенбестен бұрын оның әр әрекетін байқайтын болды. Ең бастысы, ол Нұржанға қандай да бір зиян келуіне жол бермейді. Белгіленген күн саябаққа бет алған жолда Айнұр өзін сабырға шақыруға тырысты. Ол ұлының қолын қатты қысып ұстап келе жатты. Ал Нұржан еш алаңсыз анасына жаңа суреті туралы қуана-қуана айтып бара жатты. Бірақ Айнұрдың ішінде нағыз дауыл бұрқап тұрды. Бұл күн олардың өміріндегі жаңа кезеңнің бастауы болуы мүмкін еді. Және Айнұр ұлын қорғау үшін барын салуға бел байлаған. Саябақ бос еді. Қыстың аязды ауасы бетті шымшып, қызартып жібергенімен сирек көрінген күн сәулесіне шағылысқан қар айналаға ерекше бір жылылық тартқан. Айнұр мен Нұржан қар басқан жолмен ақырын жүріп келе жатты. Баланың жүзі алаңдаулы көрінгенімен анасынан қолын мықтап ұстап алған. Ол қазірдің өзінде осында ма? Деп сыбырлай сұрады Нұржан анасына қарап. Иә, солай сияқты, деді Айнұр жан-жағына көз тастап. Ерлан олардың жолын тосып, скамейкада отырған, үстінде қалың пальто мен жүннен тоқылған шарф. Ол бір нүктеге қар жапқан ағаштарға қарап отырған, ойға шомған. Айнұр мен Нұржанды көргенде орнынан тұрып күлімсіреді, бірақ көзінен сәл-пәл қобалжу байқалды. Сәлем Нұржан, деді ол тізерлеп отырып баламен көз деңгейіне теңеліп. Нұржан сәл кідіріп, оның жүзіне үңіле қарады. Кейін жай ғана бас изеп, сәлем, деп сыбырлады. Айнұр сәл шетте тұрып, олардың алғашқы тілдесулерін үнсіз бақылап тұрды. Жүгіргенді жақсы көресің бе? Деп сұрады Ерлан, бірден салмақты әңгіме бастамай. Иә, деді Нұржан, енді дауысы сенімді шығып. Онда былай істейік, кім жылдамырақ, соны анықтайық, жарай ма? Деді Ерлан орнынан тұрып. Нұржан анасына қарап көз қарасымен рұқсат сұрағандай болды. Айнұр жымиып бас изеді. Содан соң баланың жүзінде қуаныш сәулесі ойнап. Келістік, деді. Сосын аяқтарын соза жаттыға бастады. Бұл қылығына Ерлан күліп жіберді. Ал Нұржан мәз болды. 3-ге дейін санайық. 1, 2, 3,
Екеуі бірге жүгіріп кетті. Ал Айнұр артта қалып, олардың артынан қарап тұрды. Нұржан шаттана күліп келе жатты. Ал Ерлан әдейі қарға шалынып, сәл кейіндеп қалғанда бала одан сайын мәз болды. «Мен жеңдім!» деп айқайлады Нұржан, қолдарын жоғары көтеріп, жолдың соңына жеткенде. «Сен шынымен де ең жылдамсың!» деп жауап берді Ерлан, терең тыныстап, бірақ шынайы жымиып. Осы бір қарапайым ойын сәті бәрінің көңілін жадыратты. Ал Айнұр байқады, көкейін тескен алаң мен қобалжу біртіндеп сейіле бастағандай. Жүгірістен соң Ерлан мен Нұржан скамейкаға оралды. Ерлан сөмкесінен қағазға мұқият оралған шағын орамды шығарды. «Бұл саған!» деді ол, сыйлықты балаға ұсына отырып. Нұржан Айнұрға таңдана қарап, көзімен рұқсат сұрағандай болды. Айнұр сәл ғана бас изеді, бірақ жанары сергек сақ еді. Бала сыйлықты ашқанда оның қолынан жарқын мұқабасы бар кітап шықты. Мұқабасында ғаламшарлар, жұлдыздар мен ғарышкерлер бейнеленген. «Ғарыштың құпиялары» деп дауыстап оқыды Нұржан, көзі жарқ етіп. «Бұл жұлдыздар туралы ма?» «Иә» деп жауап берді Ерлан жымиып. «Сенің көп сұрақ қоятыныңды естідім. Сол кітапта олардың кейбіріне жауаптар бар». Нұржан бірден кітапты ашып парақтай бастады. «Қарашы, мама, мұнда шоқ жұлдыздар мен ай туралы жазылыпты», деді ол қуана, Айнұрға түрлі суреттерді көрсетіп. «Сен шоқ жұлдыздың не екенін білесің бе?» деп қызыға сұрады Ерлан. «Әрине», деді Нұржан сенімді түрде. «Бұл жұлдыздар, оларды сызықпен қосса, әртүрлі суреттер шығады. Мынау үлкен аю. Мен оның қай жерде орналасқанын да білемін». Ерлан баланың білімпаздығына таң қалып, сүйсіне жымиып. «Керемет екенсің. Ал, білесің бе, үлкен аю арқылы солтүстікті табуға болады». «Шынымен бе? Қалай?» деді Нұржан. Парақты дереу аударып тыңдауға дайындала кетті. Ерлан сабырмен түсіндіре бастады. Кітаптағы суреттерге сүйене отырып, жұлдыздардың орналасуын көрсетті. Айнұр алыстан қарап тұрып, көңілін жылы сезім кернегенін байқады. Кеудесіндегі уайым енді мейірім мен үмітке ауыса бастағандай. Ол олардың әңгімесіне қарап тұрып, бір нәрсені анық ұқты. Нұржан Ерланмен сөйлесіп отырғанда өзін еркін сезінеді. Тіпті олар әлдеқашан танысып, жақын достардай болғандай. Әңгіме жұлдыздар туралы аяқталған соң, Нұржан кітапты ақырын жауып кеудесіне басты. «Рахмет, бұл өте керемет», деді ол шынайы күлімдеп. «Қуаныштымын», деді Ерлан. «Біле білсең, сен бір күні осындай кітапты өзің де жаза аласың». Нұржан басын шұлғып, көзінен мақтаныш ұшқыны жарқ етті. Айнұр бұл сыйдың жай ғана кітап емес екенін түсінді. Бұл оның ұлы үшін маңызды жаңа бір бастаманың алғашқы қадамы. Нұржан кітапқа беріліп, скамейкада отырып парақтап жатқанда, Айнұр Ерланға қолмен ишара жасап, сәл шетке шығуды ұсынды. Айнұр сәл шетке тұрып, қолын кеудесіне айқастыра ұстап тұрды. Көз қарасы байсалды, дауысы анық еді. «Сөйлесуіміз керек», деді ол Ерланға тік қарап. Ерлан үнсіз бас изеді. Ол бұл әңгіменің немен аяқталарын жақсы түсініп тұрды. «Сіз неге ұмтылып жүрсіз?» деп Айнұр бір сәт үнсіз қалып сөзін жалғастырды. «Сіздің ниетіңіз қандай? Мен тек шындықты білгім келеді». Ерлан ауыр тыныс алып, скамейка арқаларына сүйеніп отырды. Көзі бір сәтке алыста кітап оқып отырған Нұржанға ауып, қайтадан Айнұрға ауды. «Мен сіздің күмәніңізді түсінемін. Иә, егер мен сіздің орныңызда болсам, мен де алаңдар едім», деді ол жұмсақ үнмен, бірақ сенімді түрде. «Менің ниетім қарапайым. Мен Нұржанның өмірінің бір бөлшегі болғым келеді. Бірақ бұл сіздердің арасындағы байланысты бұзбауы тиіс». Айнұр қабағын түйді, бірақ сөзін бөлмеді. «Мен көріп тұрмын. Сіз оған бәрін бердіңіз. Махаббат, қамқорлық, тәрбие. Бұл көзге бірден көрінді. Нұржан бақытты». Оның сөздері Айнұрдың жүрегін аз ғана уақытқа жұмсартты. Бірақ ол тез арада өзін қайта жинап алды. «Онда неге бәрі керек болды?» деп сыбырлап, бірақ анық сұрады ол. «Неге бұл іздеуді бастадыңыз? Бәрін сол күйінде қалдыруыңызға болар еді ғой?» Ерлан біраз үнсіз қалып, сөзін ойланып барып бастады.
Өйткені мен оны елемей өте алмадым. Егер ол менің ұлым болса, мен оған бөтен болып қала алмаймын. Айнұрдың ішкі қарсылығы сәл-пәл босаңсыды. Бірақ сіз бір нәрсені түсініңіз, деп жалғастырды Ерлан. Мен ештеңені бұзғым келмейді, мен тек қосқым келеді. Нұржан білуі тиіс, оның өмірінде қамқор болатын әкесі бар. Бірақ мен не істесем де, тек сіздің келісіміңізбен ғана. Айнұр оның көзіне тік қарады. Көзінде алаң мен күмән, ашу мен үміт араласқан сезімдер ұшқындап тұрды. Мен сіздің оған зиян келтіргеніңізді қаламаймын, деді ол, даусы сәл дірілдеп. Ол адамдарға тез сенеді, ал егер сіз бір күні жай ғана жоғалып кетсеңіз? Ерлан басын шайқады. Мен кетпеймін, Айнұр. Егер сіз мені жанында болуға рұқсат етсеңіз, мен мәңгі жанында болам. Айнұрды бұл уәде тебірентті. Ол қорықты, дәл осы уәделерден қорқатын. Бірақ оның дауысында бірде-бір күмән болған жоқ. Жарайды, деді Айнұр ақырын. Бірақ мен бәрін қадағалап отырамын. Егер бір нәрсе дұрыс емес болса, мен үнсіз қалмаймын. Ерлан бас изеді. Бұл әділ шешім. Айнұр терең тыныс алды. Ақыры иығындағы ауырлық сәл де болса жеңілдегендей болды. Бірақ ішінде әлі де алаң, әлі де қорқыныш бар еді. Себебі оларды алда не күтіп тұрғаны беймәлім болатын. Олар қайтадан орындыққа келіп жайғасты. Нұржан қуана кітаптағы суреттерді көрсетіп жатты. Оның күлкісі айналаны жарқыратқандай болды. Сол сәтте Айнұр жүрегінде анық сезінді. Ұлының бақыты үшін ол тәуекелге баруға дайын. Таң әдеттегідей басталған. Айнұр таңғы асты әзірлеп жатқан. Ал Нұржан көңілді ән салып, мектепке қандай ойыншықтарын апаратынын таңдап жүрген. Бірақ сол тыныш таңды телефонның кенеттен қатты дауысы бұзды. Айнұр қолын сүлгімен сүртіп тұтқаны алды. Айнұр Хасанқызы, деді салқында қатқыл ер адам дауысы. Я, менмін, деп күдіктене жауап берді Айнұр. Менің атым Серікбай Мәди, мен журналистпін. Ертең жарық көретін мақалада сіздің ұлыңыз Нұржан Ерлан Мұқанұлының биологиялық ұлы екені жазылады. Сіз түсініктеме бергіңіз келе ме? Айнұрдың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол бірден жауап қайтара алмады. Сіз не дедіңіз? Деді ол дауысы дірілдеп. Біз сенімді дерек көзден ақпарат алдық. Нұржан асырап алынған, ал оның биологиялық әкесі Ерлан Мұқанұлы. Бұл көпшіліктің назарын аударатын тақырып болады деп есептейміз. Мен ештеңе түсіндірмеймін, деді Айнұр нық үнмен, барынша сабыр сақтауға тырысып. Содан кейін тұтқаны бірден қоя салды. Алақандары терлеп, басы айналып кетті. Мұны кім айтып берді? Олар қайдан білді? Деген сұрақтар миында жаңғырып жатты. Бірақ жағдай одан да әрі ушыға түсті. Бірнеше сағат өткен соң үйдің алдында камера мен микрофон ұстаған репортерлар жиналды. Олар қоңырау шалып, есікке тоқылдатып, терезелер арқылы сұрақтар қоя бастады. Айнұр, сіз бұл ақпаратты қалайша жасырып жүрдіңіз? Ерлан Мұқанұлы ұлына қатысты құқығын талап етпекші ме? Ұлыңыз қалай қабылдады бұл жаңалықты? Қонақ бөлмеде отырған Нұржан қорқып есікке қарап отырды. Мама, олар кім? Неге айқайлап жатыр? Деді де Айнұрға тығыла жөнелді. Бұл сенуге болмайтын адамдар, деді Айнұр оны құшақтап. Бірақ Нұржан тыныштала қоймады. Біз туралы Ерлан ағай айтып берді ме? Ол жаман ештеңе болмайды деген еді ғой, деп сыбырлады ол алаңдаулы үнмен. Айнұр эмоциясын жасыруға тырысты, ұлын басынан сипап. Жоқ, Нұржан, бұл ол емес, уайымдама, мен бәрін реттеймін. Кешке қарай репортерлар кетіп, тыныштық орнаған кезде есік қағылды. Айнұр көзшеліктен қарап Ерланды көрді. Оның жүзінде шаршау мен шешімділік қатар байқалды. Айнұр есікті ашты, бірақ оны ішке кіргізген жоқ. Өзі табалдырықта тұрып қалды. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Деді ол суық үнмен. Айнұр, мен бұл жаңалықты жаңа ғана естідім, деді Ерлан сабырлы, бірақ алаңдаулы үнмен. Менің бұл іске еш қатысым жоқ. Айнұр көзін сығырайта, қолын кеудесіне айқастыра қарады. Ал егер сен емес болсаң, онда кім? Бұл ақпарат қайдан шықты? Ерлан бір қадам алға басты, бірақ Айнұрдың сақтана қарағанын көріп тоқтап қалды. Мен білмеймін, бірақ менің адвокатым бұл ақпараттың қайдан шыққанын анықтауға кірісті.
мен бұған көз жұма қарамаймын. Айнұр басын шайқады. Кеш болды, олар мұнда келіп те үлгерді. Ұлым қорқып қалды. Мен тіпті үйден шыға алмаймын. Айнұр, өтінемін, маған сеніңіз, деді Ерлан. Оның дауысы жұмсақ болғанымен шын ниетпен айтылғаны сезілді. Мен бұлай болғанын қаламадым. Айнұр сәл жұмсарғандай болды, бірақ әлі де сенімсіздікпен қарады. Енді не істемексіз? Деп сұрады ол ақырын. Кінәлілерді табамын, және бұдан кейін ондай адамдар сізге де Нұржанға да жақындай алмайтындай етемін, деді Ерлан сенімді дауыспен. Айнұр үнсіз қалды. Оның сөзіне мән бере қарады. Жарайды, бірақ егер сен тағы да бізді осындай жағдайға қалдырсан, мен сені біздің өмірімізден бір жола алыстатамын, деді ол ақырын, бірақ нық дауыспен. Мен ондайға жол бермеймін, деді Ерлан. Айнұр басын изеп есікті жауып қойды. Оның иығындағы ауыр жүк сәл жеңілдегендей болды. Ол әлі де толық сенбеген, бірақ Ерланның сөзі шынайы естілген еді. Енді тек күту қалды. Бұл оқиға немен аяқталады? Кеш ерекше тыныш еді. Айнұр ас үйде отырып, қолында салқындап қалған шай құйылған кесе ұстап отырды. Оның көзі терезеден сыртқа, күңгірт шамдардың жарығында жылтырап жатқан қарға қадалған. Санасында соңғы күндердің оқиғалары, журналистердің қоңырауы, есік алдында жиналған репортерлар, қорыққан Нұржанның көзі. Ол баласын ойлады. Бұл жағдай оның жан дүниесіне әсер етті. Бұрынғыдай көңілді ән айтпайды. Сүйікті динозаврларын шабытпен салмайды. Енді ол сағаттап өз бөлмесінде үнсіз отыратын болған. Айнұр оның халін білгісі келіп, кесесін раковинаға қойып, ұлының бөлмесіне бет алды. Есікті ақырын ашып, ішке үңілді. Нұржан еденде отыр екен. Қасына шашылып жатқан түрлі түсті қарындаштар, ал алдында сүйікті ғарыш кітабы ашық күйінде жатыр. Бірақ ол кітапқа қарамай терезеге телміріп қарап отыр екен. Нұржан, балам, бәрі жақсы ма? Деп ақырын сұрады Айнұр, оның жанына отырып. Бала оған бұрылып қарады. Оның қоңыр көздері мұңға толы еді. Олар енді келмейді ғой, мама, деді ол сыбырлап. Камералары бар адамдар. Айнұр ұлын қатты құшақтап, оны өзіне жақындатты. Жоқ, Нұржан, мен бәрін жасаймын, олар бізді енді мазаламайды, деп сенімен уәде берді ол. Ал Ерлан ағашы, ол да кетеді ме? Деп сұрады бала, көзін төмен қараған күйі. Айнұр таңданып қалды. Неліктен олай ойлайсың? Өйткені сен онымен ұрыстың, ал егер ол мені енді көргісі келмесе не болады? Деп сыбырлады Нұржан. Бұл сөздер Айнұрды күтпеген жерден қатты толқытты. Ол баласын басынан сипап, Нұржан, ол ешқайда кетпейді, мен уәде беремін, деді ол, бірақ өзі әлі күмәнданған еді. Нұржан ұйықтап кеткенде Айнұр ас үйге қайта оралды. Жүрегі ауырлап тұрды. Ол жағдайдың енді оның бақылауынан шығып кеткенін сезді. Бірақ ол Нұржанның өзінің әкесінің шынайы түрде қасында болғысы келетінін білуі керек еді. Айнұр Ерланның олардың өмірін бұзуды емес, толықтыруды қалайтыны туралы айтқанын есіне алды. Оның дауысы шынайы еді. Олардың қысымынан қорғауға және болған жағдайды түзетуге ант берген еді. Ол бұл ақпараттың тарап кетуіне кінәлі емес, бұл анық, деп ойлады ол. Ал оның Нұржанмен бірге болуға деген тілегі шынайы. Мен оны көремін. Ол терең дем алып, өкпе мен қорқынышқа сүйенудің шешім емес екенін түсінді. Нұржан екінші мүмкіндікке лайық болды, дәл Ерлан сияқты. Келесі күні таңертең Айнұр Ерланға қоңырау шалды. Ол дереу жауап берді. Айнұр оның дауысы қысымға толы екенін аңғарды. Қалайсыз? Деп сұрады ол. Мен сізге Нұржанмен кездесуді жалғастыруды қалаймын, деп тура айтты. Телефонның арғы жағында үнсіздік орнады. Сонында Ерлан, рахмет, сіз өкінбейтіндей боласыз, деп жауап берді. Айнұр телефонды қойып, орындыққа отыра кетті. Ол не істеп жатқанына сенімді емес еді. Бірақ жүрегі оған бұл жалғыз дұрыс жол екенін сезіндірді. Ол Нұржанға бұл күрделі оқиғаларда өзінің орнын табуға көмектесуі мүмкін. Хасановтар үйінде жаңа жыл алдындағы дайындық басталды. Нұржан қуанышпен түрлі түсті қағаздан фигуралар қиып іліп жатты. Айнұр оны бақылап, алаңдаушылығын басуға тырысты.
Ол әлі де Ерланның Нұржанмен қайтадан байланыс орнатуына рұқсат беру дұрыс па деп ойлады. «Мама, Ерлан ағай бізге жаңа жылға келе ме?» деп күтпеген жерден сұрады Нұржан бұрылып. Айнұр таң қалып қалды. Не деп жауап берерін білмей. «Сен оның бізбен қасымызда болуын қалайсың ба?» деп сақтықпен сұрады. «Иә», деп қуанып жауап берді бала. «Оның көп қызықты әңгімелері болуы керек, және мүмкін ол тағы да ғарыш туралы керемет бірдеңе сыйлар». Айнұр күлімсірегенімен жүрегі түйіліп кетті. Бірақ ол Нұржан үшін бұл сәттің қаншалықты маңызды екенін жақсы түсінді. «Жарайды», деді ол бас изеп. «Мен оны шақырамын». Нұржан бірден қуанып түрлі түсті фломастерлермен Ерланға арнап шақыру ашық хатын сыза бастады. Кейін Айнұр Ерланның нөмірін теріп қысқаша ғана мән-жайды түсіндірді. «Нұржан, сіздің жаңа жылды бізбен бірге қарсы алғаныңызды қалайды?» деді ол абайлап. «Мен қуана келемін», деді Ерлан. Дауысынан шынайы қуаныш сезілді. Жаңа жылдың қарсаңында үй ерекше жайлы көрінді. Жарқыраған ойыншықтар мен гирляндалар безендірілген шырша көз тартарлық еді. Дастарханда Айнұр алдын ала дайындап қойған тағамдар тұрды. Оливье, пат-шуба салаты және үй бәліштері. Ерлан келгенде ең бірінші болып Нұржан жүгіріп шықты. «Ерлан ағай!» деп айқайлады ол қуана жымия. Ерлан үйге кіріп келе жатып, қолында әдемі оралған сыйлық пен бір қорап шоколад кәмпиттер ұстап тұрды. «Жаңа жылдарыңызбен, Нұржан, Айнұр», деді ол жылы үнмен. «Сізге де», деп жауап берді Айнұр кәмпиттерді алып. Нұржан бірден Ерланды шыршаның жанына ертіп апарды. «Қараңызшы, мына ойыншықты мен өзім жасадым», деді ол мақтанышпен, қағаздан қиып жасаған жұлдызды нұсқап. «Ғажап екен», деді Ерлан шынайы таңданыспен. Кейін бәрі дастархан басына жиналғанда Нұржан шыдамай Ерлан сыйлаған сыйлықты ашты. Қораптың ішінде жұлдыздар мен ғаламшалар жайлы түрлі түсті суреттер мен жұлдыз карталары бар әдемі кітап болды. «Вау!» деп таңғалды Нұржан. «Рахмет, бұл ең керемет сыйлық». Ерлан күлімсіреді. «Саған ұнайды деп ойладым», деді ол. Нұржан бірден кітаптың беттерін аша бастады. Жұлдыздар мен ғаламшарлар туралы не білетінін құлшыныспен айтып берді. Ерлан оны мұқият тыңдап, әңгімесін жалғастыру үшін анда-санда сұрақ қойып отырды. Түн ортасы соғылғанда Нұржан өзінің суретін алып келді. Онда 3 адам бейнеленген: өзі, анасы және Ерлан. Бәрі жұлдызды аспан астында тұр. Жоғарғы жағында үлкен әріптермен «Менің отбасым» деп жазылған. Айнұрдың жүрегі шым етті. Ол Ерланға қарады. Оның жүзі жылылық пен таңданысқа толы еді. «Бұл өте әдемі, Нұржан», деді Ерлан, суретті жүрегіне баса. «Саған рахмет». Жаңа жылдан кейін олардың қарым-қатынасы шынайы әрі еркін бола түсті. Ерлан Нұржанмен көбірек уақыт өткізіп, оның өзін ашуына көмектесті. Олар бірге планетарияға барды, конструкторлар құрастырды. Тіпті Марсты отарлау жоспарын ойлап тауып, Нұржан оны ынтамен дәптеріне жазып жүрді. Айнұр алғашында алыстан бақылап қана жүретін. Алайда уақыт өте келе, ұлының бақытты әрі сенімді бола бастағанын байқады. Сол сәттен бастап, ол азда болса танысып, кейде олардың әңгімесіне қосылып отыратын болды. Бір күні Нұржан қуанышпен: «Кеттікші, бәріміз бірге коньки тебуге». Айнұр таңғалды, бірақ келісті. Сол кеште олар бірге күліп, мұздақ құлап, суретке түсіп, шынайы жақындықты сезінді. Айнұр отбасыларының ішкі үйлесімге келе бастағанын аңғарды. Бұл оңай болған жоқ, бірақ олар бірге болуды үйреніп келе жатты. Бәлкім, екінші мүмкіндік шын мәнінде дұрыс шешім болған шығар, деп ойлады ол. Нұржан мен Ерланның қардан қамал тұрғызып жатқанын қарап тұрып. Олардың жаңа тарауы енді қателіктен емес, махаббаттан, түсіністіктен және бірге болуға деген шынайы ниеттен басталып жатты. Айнұр ас үйде бір кесе ыстық шайын ұстап, терезеден қарап отырды. Сыртта ақырын ғана қар борап тұр. Ағаш бұтақтарына қонған әрбір үлпек оның ойына соңғы апталардың сәттерін еске түсірді. Бұрын мүмкін емес деп саналған нәрселер енді біртіндеп шындыққа айналып келе жатқандай. Ол өзіне қаншалықты қиын болғанын есіне алды.
ұлы үшін қорқыныш, болашақтан белгісіздік. Бірақ қазір ол түсінді. Бұл үрейлер көбіне өзінің өткен өмірінен туған екен. Ол ұлын қорғай алмай қалам ба деп қорыққан. Енді ғана ол түсінді. Өткен болашақты анықтамауы керек. Нұржан күннен күнге бақытты болып барады. Ал сол бақыттың нышаны оның жарқыраған күлкісі ғана маңызды еді. Қаланың екінші шетінде Ерлан кеңседе отырды. Тағы бір маңызды жобаны тексерудің орнына ол Нұржанның суреттерін ақтарып отырған. Сол суреттердің бірі «Менің отбасым» деген жазуы бар үстелінде әдемі рамкада тұр. Ол ойланып қалды. Қаншама уақыт бойы ол мансаптың соңынан қуып, шын мәнінде маңызды нәрселерді артта қалдырып келген екен. Әрдайым жетістікпен мойындалу бақыт әкеледі деп ойлайтын. Бірақ енді ғана түсінді. Нағыз бақыт дегеніміз жақын жандармен өткізген уақыт. Айнұрдың жылы жүзі мен тыныш жанары. Бұл екеуіне де үлкен сабақ болды. Қорқыныш, өткеннің өкініші мен қателікке деген сенімдер тек махаббат пен сенім арқылы ғана жеңілмек. Сол демалыс күні Нұржан шаттанып тұрды. Олар бәрі бірге ас үйде бәліш пісіріп жатқан. Айнұр қамыр елеп жатты, ал Нұржан оны ерекше ықыласпен жайып отырды. «Сен бұрын сонда бәліш жасап көрдің бе?» деп сұрады ол, мұрнындағы ұнды сүртіп жатып. «Шынымды айтсам ешқашан», деп күлді Ерлан. «Сіз менің ең алғашқы ұстазымсыз», деп күлді Нұржан, өзін маңызды сезініп. «Мама, ол жақсы істеп жатыр ма?» деп қызыға сұрады бала. Айнұр Ерланға көз тастады. Ол алма турап жатып, әр бөлігін тең етіп кесуге тырысып жатыр екен. Айнұр жымия қарады. «Иә, жақсы жасап жатыр», деді де пештен дайын бәлішті алып шықты. Ол кеште олар бәрі бірге бір үстел басында отырып, ыстық бәліш жеп, шай ішіп, көңілді әңгіме дүкен құрды. Нұржан өз жоспары жайлы айтып берді. Ол ғарыш кемесін салмақшы. Ерлан мен Айнұр болса ойынға беріліп оған мамандарша кеңестерін айтып отырды. Нұржан өзін махаббат пен қамқорлыққа оранғандай сезінді. Оның отбасы өзгеше болса да, бұл маңызды емес еді. Ол өзінің жанында әрдайым анасын және қолдау білдіретін Ерланды сезінді. Бұл сәтте оларды бір-біріне жақындатты. Өткенде не болғаны маңызды емес. Олар махаббат пен қолдауға негізделген жаңа бір отбасы бола алды. Бірнеше ай өтті. Кезінде алғаш кездескен саябақта Айнұр, Нұржан және Ерлан бірге серуендеп жүрді. Жерде әлі де қар жатса да, ауада көктемнің алғашқы иісі сезіле бастады. Нұржан алға жүгіріп, қолындағы таяғын бұлғап келе жатып, ал Айнұр мен Ерлан бірге келе жатты. «Болай болады деп елестетіп едің?» деп сұрады Ерлан оған қарап. Айнұр жымиды. «Егер біреу маған жарты жыл бұрын осылай болады десе сенбес едім. Бірақ міне, бәрі жүзеге асты», деді Ерлан. «Иә, жүзеге асты», деді Айнұр жылы үнмен. Олар екеуі де алда әлі де қиындықтар болатынын жақсы білді. Бастапқыдағы қиын күндерді ұмытқан да жоқ. Бірақ енді оларды біріктіретін ортақ мақсат бар еді. Нұржанның бақыты. Бұл мақсат оларға күш беріп тұрды. Сол сәтте Нұржан артына бұрылып, «Сендер келе жатырсыңдар ма? Мен жаңа бекініс салатын орынды таптым», деп айқайлады. Айнұр күлді, ал Ерлан қолын бұлғап, «Келе жатырмыз, капитан», деп жауап берді. Айнұрды алға қарай итермелеп. Бұл оқиға ертегімен емес, шынайы өмірмен аяқталды. Олар мінсіз отбасы бола алмаса да, ең құндыны тапты. Махаббат, кешірім және өзара түсіністік. Олар жасаған әр қадам қиын сәттерден де әдемі, шынайы және мәнді етіп жасауға болатынын еске салды.